Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Сіздермен қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. 7-ші дәріс тақырыбы сөз таптары, сөздерді таптастыру принциптері. Бүгінгі сабақта сөздердің лексикалық мағынасына қарай бөлу, сөздердің лексика-грамматикалық мағынасына қарай бөлінуі, сөздерді таптастырудың семантикалық принципі, сөздердің грамматикалық сипаты, түрлену жүйесіне қарай ерекшеліктері, морфологиялық принцип, сөздердің синтаксистік сипаты, сөздердің белгілі бір сөйлемшөз қызметін атқаруы, сөздердің грамматикалық жағынан тіркесуі, немесе синтаксистік принцип, қазақ тіліндегі сөз таптары, сөз таптарының шығуы мен дамуы. Қазақ тілінде сөз топтары және сөз таптары деген ұғымдар бар. Бұларды бір-бірінен қалай жаратамыз, олардың ерекшеліктері неде? Сөз топтары дегеніміз сөздердің лексикалық мағынасына қарай топтастырылуы деген сөз. Яғни сөздер толық мағыналы, толық лексикалық мағына беретін болса, онда олар атауыш сөздер тобына кіреді. Ал лексикалық мағына бермей, грамматикалық мағына беретін сөздерді көмекші сөздер деп айтамыз. Сонымен қатар академик Ахмеди Ысқақов одағай сөздерді де жеке топ ретінде қарастырған. Оның себебі одағай сөздер басқа сөз таптарынан ерекшеленеді. Олар сөйлемде басқа сөздермен синтаксистік байланысқа енбей, оқшау қолданылады. Сол себепті оларды атауыш сөздерге де, көмекші сөздерге де қоспай, жеке сөз тобы ретінде қарастырған. Ахмеди Ысқақов сөздерді атауыш, көмекші, одағай сөздерге топтастырған кезде, қандай принципке сүйенеміз деген кезде, онда барлық сөздерді семантикалық және морфологиялық белгілеріне қарай бөлуіміз керек дейді. Атауыш, көмекші және одағай сөздерге. Ал енді қазақ тілінің академиялық грамматикасында тілдегі барлық сөздерді грамматикалық жағынан топтастырған кезде екі түрлі нысана немесе темірқазық болуға тиіс дейді. Біріншіден дейді, барлық сөздер, күллі сөз таптары тілдің сөздік құрамына енеді. Қай сөз табына енсе де, сөздердің лексикалық жағы ескерілу керек дейді. Ал енді сөздердің лексикалық жағын ескеру деген сөз, олардың семантикалық жақтарын еске алу дегенмен бірдей дейді. Олай болса, әрбір сөз табына енетін сөздер лексикалық тұрғыдан қаралып, талдануы керек деген пікір айтады. Бұл жерде ескеретін нәрсе сөздердің лексикалық тобы және семантикалық тобы деген ұғымдардың ара-жігі ажыратылмаған. Яғни сөздерді сөз топтарына топтастырған кезде біз оны таза лексикалық мағынасына, морфологиялық немесе синтаксистік белгісіне емес, таза лексикалық ұғымды мағынаны бере ала ма, алмай ма, соған қарауымыз керек та. Ал енді сөздерді таптастырған кезде оның семантикасына, яғни әрбір сөз табының беретін грамматикалық мағынасына сүйенуіміз керек. Осы тұрғыда академик Мещанинов былай дейді: семантикалық жақтан да, форма жағынан да сипатталатын лексикалық топтар сөз таптары деп аталады дейді. Яғни формасы, мағынасын негізге алып отыр. Ал реформатскийдің пікірінше сөз таптары дегеніміз грамматикалық дейді. Бірақ лексикалық немесе лексика-грамматикалық емес, грамматикалық категориялар. Олардың құрамы мен орналасуы әрбір тілде басқаша болады. Және олар өздерінің лексикалық қасиеттерімен емес, морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктерінің жиынтығымен және мүмкіндіктерімен айқындалады дейді. Тілімізде сөздерді таптастырудың қалыптасқан үш принципі немесе ұстанымы бар. Бірінші семантикалық принцип, екінші морфологиялық принцип, үшінші синтаксистік принцип деп аталады. Семантикалық принцип қайдан шығады? Жалпы әрбір сөзде семантика болады. Ол түбірдің семантикасы арқылы айқындалады. Мысалға, сөздерді сөз таптарына таптастырған кезде лексикалық мағынасының негізінде біз оның семантикасын анықтаймыз. Мәселен, зат есім болатын сөздер семантикалық тұрғыдан заттық мән береді, деректі немесе дерексіз, жалпы немесе жалқы, жанды немесе жансыз зат атауларын білдіреді. Осы мағыналары оның семантикасы болады. Бұлар түбірдің семантикасы арқылы ажыратылады. Немесе қимылды білдіретін сөздерді біз әдетте етістік деген сөз табына таптастырамыз.
Сонда олардың беретін мағынасы қандай? Етістік болатын сөздердің барлығы біріншіден қимылдық мағына береді. Екіншіден не болымды, не болымсыз қимылды білдіреді. Үшіншіден онда салттық немесе сабақтылық мағына береді. Бұл да ол етістіктің семантикасы болып табылады. Демек, семантикалық принцип барлық сөз табында болады, олардың мағынасына негізделеді, грамматикалық мағынасына негізделеді деген сөз. Екінші, морфологиялық принцип дегеніміз не? Морфологиялық принцип бұл сөз таптарының түрлену жүйесіне байланысты. Яғни тіліміздегі сөз таптарының әрқайсының өзінің тұлғалары, түрлену ерекшеліктері бар. Мысалға, зат есім көптеледі, септеледі, тәуелденеді дейтін болсақ, сын есім, оның ішінде сапалық сын есімді шырай арқылы түрленеді дейміз. Яғни оның түрлену жүйесі, өзіне тағы қосымшалары, сол морфологиялық принципті жасауға принципке негіз болады. Бұл принцип әрине барлық сөз табында бірдей бола бермейді. Себебі барлық сөз табы түрленбейді, барлық сөз табының арнайы қосымшалары жоқ. Ал үшінші принцип синтекстік принцип деп аталады. Бұл сөйлемдегі сөздердің атқаратын қызметіменен тіркесімділігіне байланысты. Яғни әрбір сөз табының өзіне ғана тән атқаратын қызметтер бар. Мәселен, зат есімнің қызметі бастауыш болу, толықтауыш болу болатын болса, сын есімнің қызметі анықтауыш болу, етістіктің қызметі баяндауыш болу, ал үстеудің қызметі пысықтауыш болу деген сияқты негізгі қызметтер бар. Сөздерді таптастыру принциптері бұлар тіліміздегі алдыңғы сабақтарда айтылған грамматикалық мағыналармен сәйкес келеді. Мәселен, жалпы грамматикалық мағына түбірдің семантикасы арқылы берілетіндіктен, ол сөздерді таптастырудың семантикалық принципіне сәйкес келеді. Категориялық грамматикалық мағына сөз таптарының түрлену жүйесімен байланысты болғандықтан, морфологиялық принципке сәйкес келеді. Ал қатыстық грамматикалық мағына сөйлемдегі сөздердің синтекстік қызметімен тікелей байланысты болғандықтан, синтекстік принципке сәйкес келеді. Мұндай ерекшеліктерді қазақ тілі грамматикасында көрсеткен ғалым профессор Сейілбек Мұхамеджанұлы Исаев. Бұл принциптер барлық сөз таптарында бірдей көрініс таба ма? Осыған байланысты белгілі ғалым Құдайберген Жұбанов былай дейді: семантикалық принципті жетекші принцип ретінде тануымыз керек дейді. Себебі басқа принциптер барлық сөз табында бола бермейді. Морфологиялық принципті екінші орынға, ал синтекстік принципті үшінші орынға шығару керек деген пікірді айтады. Бұл пікір қазіргі тілші ғалымдарда да көрініс тапқан. Мысалға, Ахмеди Ысқақовта кейбір сөз табын анықтау үшін дейді, осы принциптердің үшеуі де бірдей қолданылса, ал енді кейбір сөз таптарында оның екеуі, ал кейбір сөз таптарында тек қана біреуі ғана негіз болып келеді дейді. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Бұрынғы грамматикалардың көпшілігінде 9 сөз табы ажыратылып, мектеп оқулықтарында да 9 сөз табы беріліп жүр. Ал енді 1956 жылдың өзінде жеке сөз табы ретінде белгілі ғалым Ербол Жанпейісов тарапынан зерттеліп қарастырылған модель сөз таптары осы күнге дейін біздің оқулықтарымыздан да, грамматикаларымыздан да орын алмай қалып жүр. Ал енді осы сөз табын, модель сөздерді 10-шы сөз табы ретінде қосудың қажеттігі бар ма, жоқ па? Модель сөздер басқа сөздер сияқты өзіне тән жаңағыдай семантикасы болғандықтан, оларды да әрине жеке сөз табы ретінде қарастыруымыз керек. Мысалға, тілімізде қолданылатын мүмкін, керек, шығар, тиіс деген сияқты модель сөздеріміз, олар да сөйлемнің ішінде қолданылады. Қолданыста болғандықтан, сөздердің барлығын қандай да бір сөз таптарына жатқызуымыз керек. Сондықтан модель сөздерді жеке сөз табы ретінде қарастырып, 10 сөз табы бар деп көрсеткеніміз дұрыс. Осы сөз таптары қалай пайда болған? Оның шығу тарихын қалай байқауға болады? Белгілі ғалым Бешениновтың пікірінше,
сөз таптарының қалыптасу дамуы олардың сөйлемге еніп қандай да бір сөйлем мүшесі қызметін атқаруымен тікелей байланысты. Мысалға, осы сөз таптарының шығуы мен дамуына байланысты профессор Исаев арнайы кесте береді. Мысалға, қалай пайда болды деген кезде, ең алғаш пайда болған сөз таптары есім сөздер және қимылды білдіретін сөздер деп алғанымыз жөн дейді. Жалпы алғанда осы схеманы бірақ негізге алуға болады. Сонымен қатар тілімізде түркі синкретизмі деген мәселе бар. Бұл да сөз таптарының шығуымен тікелей байланысты. Себебі түркі тілдерінде әрі есім, әрі етістік мағынасында қолданылатын, қазірде амонимдес тұлғалар деп айтылып жүрген сөздер кездеседі. Мысалға, көш десек, оны екі түрлі мағынада түсінеміз. Біріншіден, көшу қимылы, әрекет. Екіншіден, көш келеді десек, ол зат атауы. Сонда бұның қайсысы бірінші қалыптасты? Оны зат есім деп танимыз ба, әлде етістік деп танимыз ба деген сияқты мәселе туындайды. Сол сияқты той деген сөз, тою деген қимыл әрекет бар, және той жасады дегенде зат атауы бар. Тоң деген тоңып қалу, мұздау деген мағынада қимыл болса, екінші жағынан мысалға жер тоң болып қатып қалды дегенде сындық мағына. Яғни осындай сөздердің етістік есім мәнінде қолданылуы бұл көне дәуірдегі синкретизм құбылысының нәтижесі дейді. Сөздерді таптастыру, сөз таптары мен топтары және сөз таптарының шығуы мен дамуына байланысты мәселелер негізінен осылар. Бұл тақырыпқа қатысты қосымша деректерді экранда көрсетілген әдебиеттер тізімінен қарап біле аласыздар. Дәрісіміз аяқталды. Қош сау болыңыздар.